الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. Ақиқатында барлық мақтау әлемдердің Раббысы Алла Тағалаға тән. Алла Тағаланы мақтаймыз, одан жәрдем сұраймыз, оған тәубамен ораламыз. Алла Тағаланың игілігін, сәлемін, берекесін ардақты да асыл сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға нәсіп болуын сұраймыз. Алла Тағала баршаларымызға шынайы мүмин болуды, шынайы мұсылман болуды, өтемесе әсіресе мынау қасиетті Құранда Алла Тағала өзі шынайы мүминнің, шынайы мұсылманның бейнесін сипаттайды. Сол Құранда сипатталған, Құранда Алла Тағала өзі көргісі келген шынайы берілген, адалынан берілген мұсылмандардан, шынайы кемел мүминдерден болуды Алла Тағала баршаларымызға нәсіп етсін. Енді әрбір мұсылманның аңсаған мұраты, көздеген мақсаты да сол Алла Тағаланың ризалығына жету. Алла Тағаланың ризалығына жетіп, сосын әрмен қарай қиямет күні Алла Тағала уәде еткен жәннатына кірсем деген әрбір мұсылманның арманы, әрбір мұсылманның мақсаты. Ендеше осы мақсат мұратыңызға Алла Тағала өзі қасиетті Құранда көрсетіп берген мұсылмандық жолды, мұсылмандық сипатты іс жүзінде біз қасиетті Құранға сай амалға асырмай, ол мақсатқа, мұратқа жету мүмкін емес. Сол үшін де қасиетті Құранды біздерге түсіріп қойған. Ол Құран жай әшейін бір оқылатын, немесе жаңағы ғалымдар айтқандай бір түс көрген кезінде, немесе кісі өлген кезінде оқылатын әшейін бір сондай дәстүрлі, немесе бір адам қиналған кезінде ғана оқи салатын нәрсе емес. Бәлки біздің өзіміздің жаңағы аталарымыз, бұрынғы бабаларымыздың ұстанған жолы бойынша, сахабалардың, ізгілердің жолы бойынша бұл қасиетті Құран өміріміздің салты, өміріміздің дәстүрі. Осылайша айтқанда, жалпы Құран аяттарын біз өмірімізге кіргізу керекпіз. Құран аятыменен біз біте қайнасып кету керекпіз. Яғни Құран басқа нәрсе, біз басқа нәрсе болмау керекпіз. Ендеше, құрметті жақсылар, қасиетті Құранда Алла Тағала шынайы мұсылманның бейнесін, шынайы мүминді қалай сипаттайды. Сол аяттарға кішкене тоқталып кетейік. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Өте рахымды әрі мейірімді Алла Тағаланың атымен бастаймын. Қад афлахал муъминун. Шынайы мүминдер нақты азаптан құтылды дейді. Қиямет күні еш азапқа жолықпайды, ешқандай қайғы қасіретке ұшырамайды. Олар нақты табысқа, нақты жеңіске жетті дейді. Қад афлахал муъминун. Қад деген бұл арабтың тілінде өткен шақтың алдына келсе бір істі нақтылайды, яғни күмәнсіз деген сөз. Алла Тағала өз гарантиясын беріп жатыр. Қад афлахал муъминун. Мүминдер нақты табысқа жетті, нақты жеңіске жетті, мақсат мұратына жетті дейді. Енді мүминдердің сипаты, бейнесі, қасиетті Құрандағы бейнесі қалай? Ең үлкен, ең бірінші бейнесі әллазина хум фи солатихим хошиун. Олар сондай дейді, олар намаздарында хошиун деген Алла Тағалаға шын пейілімен барынша беріліп және өте кішпейіл болып тұрады дейді. Намаздарында Алла Тағалаға барынша жан тәнімен беріледі. Намазда хушух деп айтады бұны. Жан тәнімен, күллі ықыласымен, күллі ниетімен, пиғылымен, ойындағы санасымен, былайша айтқанда бұл дүниеден бір сәтке үзіледі деген сөз. Аллаға толығымен беріледі. Одан кейін ешбір жаңағы пайда әкелмейтін лағу сөздер, істер пайда әкелмейтін, содан іргесін аулақ салады дейді. Бет бұрады дейді. Олар өздерінің жүрегін және малын тазарту үшін зекеттерін толық беретіндер дейді. Қарап отырыңыз, санап отырыңыз. Жаңағы абыройлы жерлерін, әбирін деп айтады ғой, абыройлы жерлерін барынша хафизунды қымтап, көрсетпей сақтайтындар дейді. Яғни зинадан сақтайтындар, күнәлі істерден сақтайтындар дейді. Тек өзінің жұбайларын, адал жарын некелескен, соларды айтпағанда, немесе қол астында күңдерді айтпағанда,
одан фаман ибтага вара залика фаулайка хумул адун. Міне осыдан, яғни өзінің әйелі, өзінің қол астындағы күңі, былайша айтқанда, осыдан нәпсісіне еріп осы шекарадан асатын болса, фаулайка хумул адун, олар нағыз шектен шыққандар дейді. Яғни зинаға баратын болса, сол сияқты бір арсыздық күнәларға баратын болса, олар міндетті түрде шектен шыққандар дейді. Уаллазина хум ли аманатихим ва ахдихим раун, олар сондай дейді. Уаллазина хум ли аманатихим ва ахдихим раун, өздеріне сеніп тапсырылған аманаттарға жауапкершілік, міндет, өзінің мойнына тапсырылған міндетке жауапкершілікпен қарайды, барынша жауапкершілікпен. Ва ахдихим раун, және өздеріне берілген уәдені орындайды дейді. Міне қазіргі біздің осы жете алмай жатқан, біздің атқара алмай жатқан, біздің жаңағы кетіріп жатқан кемшілігіміз осы жерде. Міне сеніп тапсырылған аманат, көрдіңіз ба, орындаймыз ба, уәдемізде тұрамыз ба? Міне осы ең үлкен нәрсе. Міне Құранда осы жерде жазылып тұр. Міне Құранда жазылып тұрған нәрсе. Бұл мұсылманның, мүминнің несі? Сипаты, мүминнің бейнесі. Міне мойныңа тапсырылған міндет, жауапкершілік, аманат, уәде деген нәрсе, бұл мұсылман міндетті түрде өтейді дейді. Уаллазина хум ли аманатихим ва ахдихим раун дейді. Толық орындайды, уәдесінде орындайды, аманатын тапсырады, береді, қиянат жасамайды дейді. Уаллазина хум аля салаватихим юхафизун, және 5 уақыт намазын үзбей, қаза қылмай, толық оқиды дейді. Уаллазина хум аля салаватихим юхафизун, салаватихим, қараңыз, 5 уақыт намаз, қаза болу, тәрк ету, оқымай тастау, ұйықтап қалу деген нәрсе ондай жоқ. Уақытына да, намаз ішінде рүкіндеріне, сәжделеріне, рүкухтеріне, оқитын сүрелерін барлығыне четкий дейді ғой, өте жіңішкелікпен, дәлдікпен, жауапкершілікпен қарап, солай атқаратындар дейді. Улайка хумул варисун, міне нағыз мұрагерлер осылар дейді Құран. Нағыз мұрагерлер осылар дейді. Варисун аллазина ярисуна алфирдауса хум фиха холидун. Әне олар нені мұраланады? Аллазина ярисуна алфирдауса хум фиха холидун. Жәннаттың төресі болған Фирдаусты мұраланады дейді. Міне Мүъминун сүресінің аяты, құрметті жақсылар, міне Мүъминун сүресінің аяты. Аллазина ярисуна алфирдаус. Жәннат хақ па? Хақ. Хақ қой. Тозақ хақ па? Хақ. Қиямет хақ қой. Ахирет, Алламен жолығатын, Алламен кезігетін, Алланы көретін күн, уәделі күн қиямет. Жәннатты да көретін күн. Міне осы Құранда жазылып тұр. Міне Құранда қалай бар? Осылай іске іс жүзіне атқарылу керек нәрселер. Тәрк етіліп қалай болса солай тастауға болмайды. Міне көрдіңіз бе, құрметті жақсылар. Сондықтан құрметті жақсылар, қайталап айтамын, бұл өзімізге қабылдайтын нәрсе. Және ұрпағымызға, өзіміздің жақындарымызға осыны мұра қылып, осыны насихаттап айту керекпіз. Нағыз мақсат, нағыз мұрат етілетін нәрсе, көздейтін нәрсе. Міне осы ахиреттің қазынасы. Әлбетте қасиетті Құранда уәла танса насибака мина дүния, дүниеден де несібеңді ұмытпа дейді. Ол дүние былайда сен осы дүниеде маңдайыңа жазып қойған, пешенеңе жазып қойған ажалың келмейінше өлмейсің ғой. Тірі адам тіршілігін көру керек деп өзің қамданасың, тіршілігін жасайсың, дүниеңді табасың. Бірақ ең басты, ең бірінші орынға қоятын нәрсе осы ахиреттің жәннаты, ахиреттің фирдаусы. Міне иншалла Алла Тағала осы баршаларымызға фирдаус жәннатын нәсіп етсін иншалла. Фирдаусул а'ля дейді ғой. Аллахумма инна нас'алука аль-джаннатул фирдаусул а'ля. Ва ахир дa'вана алхамдулиллахи раббил алемин.